Құрметті менің оқырмандарым, мінекей мынандай баулыққа екі мынандай не дайындап алдық, бөлшек. Кәдімгі күлгін түсті матовый велюрдан, негізгі бөліктегі түстен, бұның мінекей мына түстен ұзындық жағынан кесіп алдым. Бұның әрқайсының ұзындығы 50 сантиметр. Мынау ұзындығы 50, мына ені 9 сантиметр болды. Осыны дайындап алдым. Енді осыны 50-де 9 дайындап алдым. Астына флизелин жапсырып дайындадым. Енді осыны осылай тігіп шығамыз. Шетінен тігіп шығамыз. Қазір сіздерге оны да көрсететін боламын. Мұқият қарап отырыңыздар. Сұрақтар туындамас үшін осыларды жібермей жақсылап көрсеңіздер, мына шетінен қазір тігіс жіберемін, екеуінің де теріс қаратып тігіп шығамын. Мінекей машинкама келдім. Енді міне екі бүктеп отырып, шетінен 0,4 мм қалдырасыздар. Сосын ұзын тігісті жүргізіп аламыз. Екіншісінде тігіп алдым. Және бұның бір шеті тігілетін болады. Екеуінің де себебі аудару үшін керек. Міне қазір мынандай бір ручка алсаңыздар да болады қолдарыңызға. Мен аударып алдым. Енді ол жер тіккен жер кесіп алып тастаймыз. Мінекей мына ұқсап сәл-сәл ручкамен былай кіргізіп отырасыздар. Мына шеті шыққаннан кейін ручканы алып тастап, мінекей қазір мына шет қайтып кесіп алып тастаймыз. Себебі аударып алу үшін керек болды. Енді тігісін ортасына келтіреміз, екеуінің де сөйтіп үтіктеп аламыз. Жылдамдау көрсетейін. Мінекей үтіктеп алдым. Енді осының екі басынан 5-5 сантиметрден қалдырамыз. Сол жерге белгі қойып алыңыздар, 5-5 сантиметрін өлшеп. Сосын соның бер жағын, ортасын шетінен тігіп шығатын боламыз. 5 сантиметр ашық қалдырасыздар. Мінекей қазір сәл тартып көмектесіп отырайық. Екі шетінен 5-5 сантиметр тікпейсіздер. Жаңағы алғашқы тіккен тігісіміз дәл ортасында қалады. Ішкі жағының дәл ортасында қалады. Линейкамен сыртынан өлшеп алсаңыздар да болады. Мінекей 5 сантиметр қалдырдым мен қазір тікпей. Енді екіншісінде солай тігіп дайындаймын. Мінекей осылай тігіп дайындап алдым. Екі шет ашық қалды. Енді екінші баулыққа шығамыз. 5 сантиметрден белгі қойған жерімнен бастап тігіп кетемін.
бас аяғын бекітіп алыңыздар тігістің. Мінекей екі баулықты да дайындадық. Бұл баулықтарды мен 50 сантиметрден алдым ұзындығын. Бұны негізі үлкен жастағы апаға тігіп жатырмын. Бұны иыққа асынудың керегі жоқ. Баулығы қысқа болса да жақсы. Баулығы ұзын болса ол апаларға артық болады, керек емес ондай нәрсе. Олар иықтарын асынбайды себебі. Екі баулық дайындап алдым. Енді мынандай арқан дайындауым керек, ішіне салатын. Базарда осындай арқандардың неше түрі болады. Мінекей мен қазір мынаның екеуінің де басын жіппен орап қырқып алдым. Және ортадағы тіккен жерге бірдей өлшеп қырқып дайындап алдым. Мінекей екі басында жіппен байлап тастадым. Мына ұқсатып байлап орап байлап тастадым. Енді осыны мынандай жуалдыз дейміз ғой, жуалдызға жуандаушы өткізіп мынандай жерінен түйреп аласыздар. Кәдімгі көрпе қабайтын жуан жіп, 10-шы жіп. Мінекей енді соны былай да не қылып аламын. Енді мына баулықтың ішіне осыны кіргізуім керек. Түгінің жоғары қарай жатқан байқайсыздар. Мына жуалдызды кері жағынан, арт жағынан жүргізетін боламын. Осының ортасынан жаймен жүргізіп отырамыз. Мінекей осы ұқсап. Жуалдыз әдемі жүреді. Мінекей осылай тартып отырасыздар. Мына жеріне барғанда аузын үшін кіргізіп жіберіңіздер. Астына қарай бұрап. Баулықтың ішіне. Бұл баулық қатайып, мықты болып тұру үшін керек бұл арқан. Мінекей енді қазір мына шетінен жуалдызды шығарамын. Сосын жаңағы арқанымызды тура баулықтың ортасына тігілген жерге қоясыздар. Сол жермен бірдей қылып өлшеп қырқып алған тұғым. Міне сомен бірдей қылып екі шетінде осылай қоясыздар. Мінекей ортада қалу керек. Мінекей мына шетінен көрініп тұр. Және мына шетінен шықты. Мындай мықты болу үшін керек бұл арқан. Баулықтың сыртындағы ол матовый велюр. Өте мықты мата. Енді мына ұқсап қырқып алып тастаймыз. Түйіндеген жерінен қырқсаңыздар өзі шыға келеді. Түйінін алып тастаңыздар мына жерде. Мінекей енді жіпті алып тастасаңыздар болды. Осы жерлерді тігіп, енді ана ішіндегі арқанды көрсетпей жібереміз. Екі шетін тігіп, жатыстырып қолмен тігемін оны қазір. Мінекей қазір мынандай тағы да түйіндеп алып,
екінші арқанды өткіземін екінші баулыққа. Бұның да мына жерде жіппен байлаған жерінен өткізіп ала салыңыздар. Міне осы ұқсап мықтап алсаңыздар. Жуалдыз өткен жерден арқанда өтеді. Мынаны кері қарай аласыздар, арт жағын аласыздар. Ұшын алсаңыздар ол кіріп кетеді. Сол үшін артқы жағын алып, осындай осының ішімен жүргізіп отырасыздар. Өте оңай жүреді жуалдызбен. Түйрегішпен өткізсеңіздер де болады, бірақ мен осы жуалдызды қаладым. Себебі жуан, ұзын, сомен әдемі жүреді да. Мінекей қазір шығарып аламын. Міне дәл аяғы тігілген жерге дейін бару керек. Мынау да міне келді ұшына. Осы жерден қазір жібін қырқып алып тастай салыңыздар. Міне арқанды да өлшеп дайындағаннан кейін екеуі тура өзінің тігілген жеріне келді, екі шеті де. Енді мына ұқсап қырқып алып тастаймыз. Мінекей, енді мына екі шетін ішіндегі арқанды көрсетпейтіндей қолмен жымқырып тігіп тастайсыздар. Осы күлгін түстес жіппен. Енді оны көрсетпей ақ қояйын. Ол оңай нәрсе. Анау ашық тұру керек. Екі шетіндегі бес-бестен қалған жеріміз ашық тұру керек. Оны себебі біз сөмкенің несіне тігеміз енді. Баулық тігетін жеріне тігетін боламыз. Міне осы ұқсап ашық тұру керек.